Aleyhissalatu vesselam namaz bitkenden keyin istig'for aytатын 3 rет deydi. Odan keyin Allohumma antas-salam va minkes-salam tabarakta ya zal jalali vel ikram deb aytатын deydi. Bizler namazdan keyingi aytib жүрген duolarımız. Sonda Auza'i o'sha rivoyatni yetkazib atqanlarning biri сол kishiden so'ragan ekan. Istig'forni qalay etuvchi edi deydi. Sonda ol kishi astag'firulloh, astag'firulloh deb aytgan ekan. Ya'ni istig'forning turi ko'p bilasizlar. Soning eng qisqasi astag'firulloh. Payg'ambarimiz so'ni aytadi. 3 rет namoz bitgandan keyin istig'for deganimiz ol ne? Kechirim so'rov. Namazdan keyin ne uchun kechirim so'rayapsың? Sol dengeyde ötey aldım ba, ötey almadım ba, ya Allah kechir meni. Namazda tursun oyun, uyun, bala şağan, bazar, anau, mınau. Layık ba sol? Ja balаңа bir әңгіме айтып тұршы, ол сот ойын ойнап тұрса не істейсің? Мен саған айтып тұрмын дейсің. Немесе саған келіп бір өтініш айтып тұр, басқа нәрсені шұғылалап тұр. Алланың алдында тұрмыз, құлшылықта тұрмыз. Міндетін атқарып жатырмыз, бірақ әйтеуір ойымыз басқа жақта. Алла субханаху ва тағала бізге берген мейірімі, намаздың ішінде бір рет болсын Алланы еске алатын болсақ, түгел намазымыздың ішінде 4 ракат бойы бір-ақ рет еске түссе де әйтеуір сонымен қабыл дейді фақихтар. Бастан аяқ Құдай есіңде жоқ па сенің Аллаху акбардан бастап ассаламу алейкумға дейін, онда ол намаз емес. Себебі сен Алланы еске алған жоқсың. Ақимис салата ли зикри, мені еске алу үшін намаз оқы деді. Сен еске алған жоқсың бастан аяқ, ол намаз емес онда. Жамағаттың ішінде тұрсың, онда жамағаттың құрметіне Аллах Тағала қабыл етеді екен ондай намаздарды. Имамға қарайды, имамның ойы қайда? Далада ма? Жамағатқа қарайды. Жамағаттың да ойы далада ма? Болады ма ондай жамағат? Болуы да әбден мүмкін. Бір қалжың әңгіме бар. Болып намаз оқып болғаннан кейін имам сұрайды дейді артына қарап, 4 оқыдық па, 5 оқыдық па деп. Ешкім білмейді дейді. Ешкім айта алмайды. Біреу айтты, 4 оқыдық. Қайдан білдің сен? Мен бірінші ракатта үйден шықтым деп айтады дейді. Екінші ракатта мен базарға жеттім. 3-те мен заттарды алдым, пәлен заттарды. 4-те үйге қайтып келдім, 4 деп айтады дейді. Ол да намазда емес та бірақ. Сондай намаз болса да Аллах Тағала жамағаттың құрметіне қабыл етеді екен. Жамағатпен оқыған үшін. Алла сондай мейірімді сізбен біз үшін. Біздің азын-аулақ әрекетімізге бізге төгіп береді. Намаз басқа құлшылықтар секілді емес. Қараңыз, исламның 5 діңгектері. Ла иляха илlalloh Мұхаммад Расулуллах. Өміріңде бір рет айтсаң болды. Қажыға барамайсың ба? Жағдайың жоқ па? Кешірілді, өзір бар. Ораза ұстай алмайсың? Сапардасың, аурусың, жүкті болып қалды, басқа тағысын тағы әйелдер, өзір бар. Зекет бере алмайсың? Мал мүлкің жоқ? Өзір бар. Алуға да рұқсат тіпті. Намаз ше. Намазға үзір қалдырған жоқ. Неге? Себебі намаздың араб тіліндегі аты сила. Сала. Саланың түпкі мағынасы сила. Байланыс құру. Ол Алламен сені байлап тұратын нәрсе. Әлгілер жылына бір рет, өміріңде бір рет болуы мүмкін. Ол да болса, өзірің болса, ол да жоқ. Бірақ намаз сені күнделікті байлап тұрады. Сол үшін де Алла субханаху тағала оны құзырына шақырып тұрып берді пайғамбарымызға. Басқалардың барлығын жерде берді. Ол құзырына шақырып берді. Неге? Себебі ол үзілетін нәрсе емес, ол байланыс нәрсе ол. Оны өзіне шақырып тұрып берді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам алдына періште келетін, Жебреил. Адамдар шошып кетпесін деп, қандай халде келеді? Адамның кейпінде келеді. Бір арыстан кіріп келсінші қазір. Ешкім тыңдамайды, сабақ бәрі қалады, бәрі жан-жаққа қашады. Неге? Себебі біз қорқамыз кейіптен. Ол шынымен ол арыстан ба, әлде ол соның кейіп алған бір адам еңкейіп кіріп келедір ма? Жоқ, біз кейіпті көреміз, болды қорқамыз.
Аллах Таала адамның кейпінде жіберді, қорықпасын деп. Періште адамның кейпіне енді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам көкке көтеріліп жатыр, періштенің кейпіне өтіп жатыр. Енді келіп Сидратул Мунтахада Жәбірейіл ары қарай мен де өте алмаймын дейді. Демек періштелердің де тоқтайтын, өте алмайтын кейіпке еніп, сол жаққа өтті. Сөйтіп намазды алды. Яғни біз намазда тұрғанда періштеден де жоғарғы кейіпте тұруымыз керек. Сондай кейіпке енуіміз керек. Сондай кейіпте болуымыз керек. Ол сондай сыйлық ол. Ол жай нәрсе емес. Алла субханаху ва тағала 50 берген еді. Мұса алейхиссалам қайта-қайта айтып 5-ке түсіртіп алды. Неге барлығын азанғы 5-ті қойып қойған жоқ? Кешкі 5-ті қойып қойған жоқ? Сізбен бізді қайта-қайта байланыста болсын. Азанда тұрады, Алламен байланыс жасайсың. Дүниенің тіршілігімен кетіп бара жатсың, тағы Аллаху акбар, Алла ұлы, тастағаннан Алла ұлы, Аллаға кел деп тағы бір шақырып алады. Тағы келесіз, Алламен байланыс құрасыз. Сөйтіп түс қайта тағы, кешкісін тағы, жатар алдында тағы. Яғни Аллах Таала сізбен байланыс құрып, байланыстан үзілмесін деп күнімізге бөліп тастады. Хикметтерінің бірі. Енді қараңыз. Жаңа айтып кеттік. Басқа құлшылықтарда үзір бар, намазда жоқ. Себебі намаз бүкіл құлшылықтарды жинаған құлшылық. Қараңыз. Намазда ат-тахиятта ташаххуд айтасыз, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Яғни исламның бірінші деңгейі. Кәлиманы сіз намазда айтасыз. Әр ташаххудке отырған сайын айтасыз. 5 парызыңыз бар. Қанша сүннетті оқисыз? Одан кейінгі қажылыққа келейік. Қажылыққа бара алмайсыз. Бірақ қажылыққа шыққан адам не істейді? Беттеледі ғой қажылыққа, Қайда аттанып атсын дейді, қажылыққа қарай. Хаждың араб тілдегі бір мағынасы мақсат дейді. Яғни мақсаты оның Каба, соған қарап жолға шықты. Намазға тұрғанда не істейсіз? Сіз де беттелесіз. Кабаға қарап тұрасыз. Мақсатыңыз да сіздің Кабаға бет бұру, бара алмасаңыз да. Жұма міскіндер үшін қажылық болып саналады дейді хадисте, білесіздер. Міскін о бейшара қажылыққа бара алмайды. Жуынып, шайынып, мақсат келді, қыблаға қарай беттенді. Ол бара алмаса да Аллах Таала оған сол сауапты беріп жатыр. Каба келіп оны айналып жатқандай. Ол барып айналамаса да. Соған сол сауапты беріп жатыр Аллах Таала. Жұма міскіндер үшін қажылық болып саналады дейді. Ораза ұстай алмай жатыр. Намазда оразаның да кейпі бар. Оразаның араб тіліндегі мағынасы саум, тыйылу. Намазда тұрсыз, сіз оразадан да мықты тыйыласыз. Оразада тек қана тамақтан тыйыласың ғой, жеп ішуден, әйеліңнен жеп ішуден. Сіз намазда тұрып, одан да көп нәрседен тыйыласыз. Тек жеп ішумен емес, сөйлеуден де тыйыласыз. Бұрынғы үмметтің оразасы сөйлесе бұзылып кететін. Ымдайтын, мен оразамын деп, сөйлемейтін. Сіз намазда тұрып артық сөзді сөйлемейсіз. Яғни тыйылып тұрсыз. Яғни ораза ұстап тұрсыз. Артық қимыл, артық әрекет жоқ, үндемей, басыңыз төмен қаратып, көп нәрседен тыйылып тұрсыз. Зікір етіп атсыз. Намаз, яғни көптеген құлшылықтардың басын қосқан. Зекетші деп ойлайсыз, зекетті намазбен қалай ұштастырасың деп. Зекет беру үшін не керек адамға? Қаражат керек, байлық керек. Байлығың болмаса, бере алмайсың. Ал байлық болу үшін не керек? Жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу үшін уақыт керек. Дұрыс па? Уақытың болмаса істей алмайсың. Ал енді сіз намазға келдіңіз, Аллаху акбар деп намаздың ішінде тұрсыз, 4 ракаттың ішінде қанша уақыт жұмсадыңыз. Сол уақытты барып, ақша табуға жұмсасаңыз болар еді. Ақша тауып, зекет беруге болар ма еді? Болар еді. Демек сіз сонша уақыт тұрып құлшылық етіп атсыз, зекет бергендей сауапты иншалла аласыз. Сіз оны намазға жұмсадыңыз. Яғни намаз бүкіл құлшылықтарды біріктіретін. Алла субханаху ва тағала сол үшін бұған үзір қойған жоқ дейді ғұламалар айтады. Сізді байланысып тұрғанды қалайды. Сіз Алламен байланысудан Алланың ешқандай бір шаруасы шешіліп қалмайды. Керісінше,
сіздің алыстап кетпей, сіздің жақын болғаныңызды қалайды. Сіздің адасып кетпегеніңізді қалайды. Сіздің жүрегіңіздің қарайып кетпегенін қалайды. Сол үшін байланып тұр. Қазақта ағайын туыс, жекжаттың араласына қатысты бір әдемі сөз бар, айында көрмесе, ағайын жат, жылда көрмесе, жекжат жат болып кетеді дейді. Жат болып кетеді. Алла субханаху ва тағала сені алыстап кетпесін деп қайта-қайта өзіне шақырады. Байланысып тұрсын, байланыс болсын деп. Намаз діннің негізгі тірегі. Егер соны қайым қылдың ба, соны тұрғыздың ба, соны тіктедің ба, соны реттеп алдың ба, басқа құлшылықтар соған қарай келе береді. Сен енді сол намазға келдің де Аллаху акбардан бастап тәслимға дейін ештеңе ойлаған жоқсың, дүниені ойлап тұрсың. Сондай намаз оқып қойып жатырмыз. Сол үшін де екі жаққа сәлем бере салысымен бірінші айтылатын сөзіне астағфирулла, ей Алла өзің кешір. Оны әшейін тілді жүгірте бермеу керек, сезініп айту керек оны. Ей Алла кешір. Сенің бұйырған деңгейіңде орындай алдым ба, алмадым ба? Бірақ уәсуәсаға түсіп қалмаңыздар. Бір жігітті білем, марқұм қайтыс болып кетті. Әр намаздан кейін саху сөз жасай береді. Сүннеті болсын, парыз, неғып өйтесің десем, енді қайдан білейін сол деңгейде істей алдым ба, істей алмадым ба? Ол ішкі сезім, ол бөлек. Сен сыртқы кейіптерінде, сыртқы іс-әрекеттерінде қателессең, соған жасайсың. Сахуд. Сол үшін де пайғамбар алейхиссалату вассалам бірінші айтатын сөзі не еді дейді? Истиғфар еді. Ол қалай? Астағфирулла деп айтатын. Бірінші парызы еске қайта түсіру үшін бірінші парызы нәжестен тазару еді. Яғни дене таза болу керек, киім таза болу керек, намаз оқитын жер таза болу керек. Ал енді екінші парызы дәретті болу керек. Яғни дәретке жаңа ғұсылда кіреді, ғұсылда болу керек, дәретті болу. Енді әр намазға ғұсыл шомылу емес қой енді. Жаңа бір ғұсыл алғаннан кейін ғұсылы бұзылғанша ол қанша уақытқа жарай береді, қанша намазға да. Енді бірақ дәретті әр намазда ол адам дәретті болу керек. Дәреті бұзылмайтын болса, келесі намазды оқи беруге болады деген сияқты. Үшінші парызы әурат жабық болу керек. Қайталап айтатын болсақ, әйел адамдарға рұқсат беті ашық болуға, алақаны ашық болуға, аяғы тобықпен ашық болуға рұқсат. Ал енді аяғына енді ешкімнен қыстың күні жалаң аяқ тұрып оқымайды ғой енді. Киіп алса, оның ешқандай несі жоқ. Ал енді еркек адамдарға ең болмай қалғанда, киім болмай қалған күннің өзінде мына тізе мен кіндіктің арасы жабық болу керек. Ал енді мүлдем жалаңаш қалып кеткен адам намаз оқитын кезде фада, имам Шафиғи да, имам Малики да, барлығы да намазды уақытында оқу парыз екенін бүкіл ғалымдар айтып кеткен. 5 уақыт кірді ме, 5-ді оқып аласыз, болды, асырды оқи алмайсыз. Асырдың өзінің уақыты бар, мына жақта келетін деген сияқты. Сондықтан әр намаздың өзінің уақытын білу керек. Мысалға таң намазы таң атқаннан күн шыққанша. 5 намазы күн төбеден бір заттың көлеңкесі 2 есе ұлғайғанша уақыт, ол 5 намазының уақыты. Асыр намазы бір заттың көлеңкесі 2 еселенгеннен кейін күн батқанша. Ал ақшам намазы күн батқаннан кейін қызыл шапақ жоғалғанша. Құптан намазы шамнан кейінгі уақыттан кейін таңғы уақыт кіргенше осы аралықта түнгі 5-те оқып аласыз ба? Құптан намазын шаршап келген адам жат демалып қалатын болса, таңғы 6-да 7-те оқып алса да құптанның уақыты есептеле береді. Деген сияқты осындай 5 уақыт намаздың уақытын біліп жүру мұсылман адам үшін парыз. Бұның тағы бір жақсы жері бар. Адам баласы өзінің тірліктерін, мына 5 уақыт намаз оқитын болғаннан кейін, әр намаздың уақыттарын бәрін анық біліп алған адам, енді оның уақыттарын бәрі бос кетпейді. Өйткені ол жұмысын ана намазға дейін бітіріп аламын деп есептейді. Немесе ана намазды оқып аламын да мына жұмысымды істеймін деген сияқты уақытын енді ол неге қоя бастайды? Жүйелей бастайды. Ал жүйеленген нәрсенің барлығы міндетті түрде берекелді болады. Ал 5 уақыт намаз оқымайтын кісілерде, оларда кейбір адамдар ғана уақыттарын жүйелеп алуы мүмкін, бірақ көпшілігі уақытын жүйелей алмайды. Бос уақыттар өте көп. Өте көп. Ал мұсылмандар 5 уақыт намаз оқитын кісілер кездесулерін, шаруаларын ана намаздан кейін мына намазға дейін, өйткені дәрет алатыны бар, басқасы бар, әнже ғана мешітке үлгеру керек деген сияқты, былайша айтқан кезде Құдайдың берген уақыттарын бәрін дұрыс пайдалы өткізеді. Бос жүре беруге, отыра беруге уақыт жоқ мұсылмандарда. Өйткені қысқа ғұмыр, өте қысқа ғұмыр. Сосын енді соңғысы намазға ниет қылады. Енді ниет етеді.
ниет қылу парыз. Себебі ол не істейін деп тұр деген кезде, ол Құдайдың бұйрығын орындауға кірісейін деп жатыр. Өзін жаратқан, ризық несібе беріп тұрған, денсаулық берген Құдайдың бұйрығын орындайын деп тұр енді ол. Осы кезде ол ертең Алла Тағалам қалаған бір уақытта жанын алатын, сөйтіп осының істеген амалына қарай жәннатқа кіргізе ма, жоқ күнәсінің көптігіне қарай тозаққа кіргізе ма, біз білмейміз ғой жағдайымыздың қандай болатынын. Міне кез келген адам істей алатын нәрсе. Міне намаз оқитын адам осы алтауына бірінші орында тек осы алтауға мән беру керек. Құдай қаласа. Адамдар дұға қылады, намазда не деп айтады? Раббым, намаздарымызды қабыл қыл, және сол намаздарымызды біздің бетімізге ұрма деп дұға қылады. Білесіздер ме? Арабшасында айтады, ла тадриб биха аля вужухана деп айтады. Аллах біздің, сіздің оқыған намазымызға мұқтаж емес, тұтқан оразаңызға мұқтаж емес, оқыған Құраныңызға мұқтаж емес, бетіңізге лақтыра салады. Керек жоқ Аллахқа оның барлығы. Ол сізбенен бізге керек. Бетімізге лақтырма деп сонша дұға қыламыз. Яғни бір оқыған намазыңыздың бүтін оқуға әрекет жасаймыз дейміз. Бірақ бауырлар, сонша сөйлейміз, сонша уағыз тыңдайсыз, кітап оқисыз. Намазыңызда соңғы намаздай оқисыз бе екен? Міне қазір өліп қаласын болды деп. Сөйтіп оқисыз ба? Я Аллахым деп оқисыз ба? Тура міне ажал періштесі жаныңызға келіп тұр. Міне қазір жаныңыз шығады. Сізде кішкентай ғана уақыт қалды. Секундтар ма? Минут па? Білмейсіз. Бірақ жаныңызды алады. Дәл сондай сезімде намаз оқисыз ба? Мен осы мұқтажға, мен намазға мен мұқтажбын. Аллахқа мен мұқтажбын деп оқисыз ба? Оқыдыңыз делік. Ал сол намазыңызға жарасатын амал жасайсыз ба? Намазхан адамға жарасатын амал. Бауырлар, көп адамдар әшейін намазын оқиды. Бірақ Құранда не дейді? Расында да намаз адамды ұятсыз амалдардан, Аллахтың қайтарған амалдарынан тыяды дейді. Аллах тыяды. Не арқылы тыяды? Сол оқыған намазыңыз арқылы. Қалай тыяды? Намазды сезіну арқылы тыяды. Яғни сіз намаз оқисыз. Екінші бір кезде өтірік айтып жатқанда, мына оқыған намазым менің бетіме сай келе ма? Жоқ па дейсіз. Сонша Құран оқыдым. Мынау айтып жатқан өтірігім, беріп жатқан парам, алып жатқан парам, мына тәкаппарланған тәкаппарлығым, осының барлығы оқыған намазыма арзима дейсіз. Көп бауырлар әшейін аузындағы сигаретін тастай алмайды, нашасын тастай алмайды. Біреулер бар, спортсменмін дейді, спортпен айналысады. Жарайды, жақсы нәрсе. Намазға келеді, бірақ көшедегі маймылдығын қоймайды. Маймыл, ана Әбдіғаппар аға айтпақшы, ешак та спортсмен дейді ғой. Дәл сондай ол. Сол ешактығын қоймайды бәрібір. Көшеде жүріп, боғауыз сөзі, боғауыз сөз. Ана екі адамның тірлігін шешіп беріп жүрім дейді. Неге іштаныңыз шешіп бермейсіз? Оқыған намазыңыздың бәрі әшейін нәрсе ғой бауыр. Әшейін нәрсе ол. Әлбетте намазды қабыл ететін Аллах. Бірақ сол сіздің оқыған намазыңызға жарасатын амал ма екен сол? Бауырлар, арабта сөз көп, ақын көп. Сол ақындардың бір айтады. Қабырға келдім, сөйтіп қабырдағылардан сұрадым дейді. Ұлылар менен мықтылар қайда кетті дедім дейді. Бірақ маған ешкім жауап бермеді. Өйткені бәрі өліп қалған. Жүрегім жауап берді дейді. Ей, осы сұрақтарды қоюшы, мына алдыңдағыларға саған сабақ емес пе алдыңдағылар деді дейді. Ешкім жауап беруге шамасы жетпеді. Қабырға барып қанша айғайлап сауал қойсаңыз да,
сізге ешкім жауап бермейді. Ал соның өзі ақ сізге жауап емес па? Барлығы өлді. Олар туралы хабар да кетті солай. Мына бір кішкентай ғана қамшының сабындай өмірде ғибадат қыласыз, дін ұстанам дейсіз. Бауыр, сол дін ұстануды сезіне алады ма екенсіз? Үйіңізге көп бауырлар бар. Сыртқа, анау қазақта мақал бар ғой, бөрі аштығын білдірмес, сыртқа тонын қампайтар дейді. Сыртқа осы тақуа болып көрінеміз. Ана бір қалжың бар ғой, бір адам мешітке келіп намаз оқып тұр дейді. Ана ұзын киініп алған, енді рукуғдары керемет, сәжделері ұзағынан жатады, енді ана ұмытып қалды ма дейсіз. Сөйтіп керемет намаз оқып жатыр, жұрт енді аузының суы құрып анаған қарайым деп. Сөйтіп бір кісі жанына келіп, енді кешіріңіз, сондай бір керемет тақуа адамсыз дейді. Бір дұға қылсаңыз екен бізге, сізден бір дұға сұрайық деп едік. Бір оқыған намаздарыңыз қандай керемет десе, мен әлі оразамын деп айтады дейді ғой. Бейшара ол, әшейін, мақтаншақ. Оқыған намазы да, тұтқан оразасы да бір тиын да. Бауырлар, сол сияқты мына амал әншейін сағым сияқты жоқ болатын күн болады. Бірақ сол сағым сияқты амалдарды құртатындардың біріншісі риякерлік. Ал екіншісі, бауырлар, Аллахты сезінбеу болады. Иә, Аллахты жүректен сезінбеу. Аллах бәрін көріп тұр. Аллах бәрін біліп тұр. Қандай амал қылсаңыз да, сіз жалғыз болсаңыз да, көпшіліктің арасында болсаңыз да, ондай болса, бауыр, көп адамдар осы намазын оқиды, бірақ үйіне сөзі өтпейді. Неге білесіз ба? Өйткені ол адам үйінде дін ұстанбайды. Үйінде дінді дұрыс ұстанбайды. Ұстанса тәкаппарлықпен ұстанады. Сыртқа қарай мықты тақуа болады. Кейбір адамдарға сол үшін айтамыз: уағызды сыртқа шығып айтудан бұрын сен өзіңнің үйіңнен баста. Пайғамбарымыздан бір кісі сұрапты, не дейді? Мен садақа берейін деп едім, кімге берсем екен депті. Сонда пайғамбарымыз айтыпты: өзіңнің нәпсіңнен баста, соған садақа ет. Содан артылса жанұяңа, одан артылса ағайындарыңа, солай өсе бересің депті. Ол садақа деген жақсылық, барлық жақсылық осылай болады. Қазақ айтады: май жақсаң қаяқа жақ дейді. Қайда жақ дейді, айтыңыздаршы. Өзіңнің басыңа жақ дейді бірінші. Май жақсаң өзіңнің басыңа жақ деп айтады. Бірінші өзіңіздің басыңызға жағып. Жігіттер жүреді көшеде, ой, не деген тақуа, тал-тайып жүріп, енді жұрттарға әңгіме айтады. Сен дінді бұлай ұстан, олай ұстан, пайғамбардың мынандай амалы бар, Құранда мынандай аят бар. Үйінде әкесі алқаш, Құдай сақтасын, інісі деген бар тұрған жүлік, әне біреу жүргінші, мына бір қарындасы байдан 5 байға тиіп келіп отыр. Өзі 40 қатын алған. Жұртқа тақуа да. Бір қатынға шамасы келмеген еркек, несі еркек оның? Несіне ана бұтына киіп жүр, ананы юбка кимей ма? Бір қатынға шамасы жетпейді. Бауырлар, намазды оқисыз. Ондай болса, сол намазхан адамға жараса амал жасаңыз. Үйіңізден бастаңыз тірлігіңізді. Пайғамбарымыздың мінезімен мінезденіңіз. Сол кісінің айтқанынан үйден бастап, өзіңіздің нәпсіңізден бастап істеңіз. Сонан соң сыртқа қарай шығасыз. Рас, үйге уағыз айту қиын, бірақ білесіз ба, пайғамбарымыздың қай тарих бетін ашсаңыз да, пайғамбарымыз кімнен бастады уағызды, айтыңызшы. Ең бірінші пайғамбарымызға иман келтірген кісі кім, атын айтыңызшы. Ол кісі кім? Әйелі пайғамбарымыз. Қарасаңызшы, өзінің жанындағы жастықтас өмір жолдасынан бастады. Сіз ше,
өзінің келіншегін әлі күнге шейін намазға жығамай, оразасын үйрете алмай жүрсіз. Неге? Өйткені білесіз бе, пайғамбарымыздан сөз бар. Қияметке жақын сондай бір қауым келеді. Олардың оқыған құрандары тамағында қап кетеді, ішіне қарай кірмейді дейді. Астағфирулла, солардан болып қалмайық. Әшейін аузымызда, тілімізде Құран, бірақ үйімізге жылы сөзбенен имандылық алып келе алмасақ, ол қандай болғанымыз? Сондықтан пайғамбардың өзінің бірінші сүннеті, бірінші әйелін уағыздаған. Сонан соң деп осылай өсіп кете берген. Бір мезгіл әйел бала шағыңызбен отырып дін туралы сөйлесесіз ба? Уақыт бөлесіз ба? Жоқ дейді. Көп адам жоқ дейді. Өзі оқып алады дейді. Немесе диск кассета бере салам дейді. Болды дейді. Құран-ы Кәримде не дейді? Иман келтіргендер, өздеріңнің жан ұяларыңды отыны таспенен адамнан болған дозақтан құтқарыңдар дейді. Жалпы намаз дегеніміз не? Намаз дегеніміз шариғатта салауат деген бар. Пайғамбарымызға айтылатын салауат бар. 5 уақыт намаз бар, жұма намазы бар, марқұмға оқылатын жаназа бар. Соның баршасының ортақ атауы салауат. Салауат дегеніміз бұл дұға. Енді бізге намаз деп түркі халықтары айтуын себебі бұл парсыдан бізге өткен сөз. Яғни дұға деген сөз. Парсыларда да намаз дегенді дұға деп түсіндіреді. Ал енді діни тілде ол салауат 5 уақыт намазға қатысты айтылады. Жұма намазына, марқұмға оқылатын жаназаға және пайғамбарымызға арнайы айтылатын салауат, соның баршасы дұға болып табылады. Демек намаз біздің ең негізгі дұғамыз, тілегіміз болып саналады. Соның ішіндегі намаз екіге бөлінеді. Міндетті түрде оқылатын намаз, 5 уақыт намаз, жұма намаз секілді, яки болмасам ерікті түрде қосымша оқылатын нәпіл намаздар. Енді намаздың қаншалықты маңызға ие екендігін көру үшін мына жайтты ескеру керек. Жалпы Алла Тағаланың әмір еткен құлшылықтары уақытқа қарай, ретіне қарай өздері ішінара бөлінеді. Мәселенки адам өмірінде бір-ақ рет жасаса болатын ғибадат бар. Ол қажылық. Егер адамның денсаулығы көтерсе және қаражаты болса жолға, өмірінде бір рет қажылыққа бару ол мойнындағы парызы, міндеті. Екінші рет бару оған парыз емес. Қаражаты болып тұрса да, денсаулығы көтеріп тұрса да, екінші рет бару оның мойнындағы міндет емес. Сондай-ақ жылына бір-ақ рет жасалатын ғибадаттар бар. Бұл Рамазанның оразасы. Міндет, ол да парыз, бірақ жылына бір-ақ рет жасалады ол. Бұлғанда адамның денсаулығы көтерсе, ол сол парызды орындауы керек. Міне сол ғибадаттардың ішінен намаз, ол тәулігіне 5 рет орындалады. Міне осы тұрғыдан қараған кезде намаздың қаншалықты адамға маңызды екендігін көрсетеді. Адамның өміріндегі қаншалықты орынға ие екендігін көрсетеді. Тәулігіне 5 рет жасалады. Басқаша сөзбен айтатын болсақ, біз бір нәрсеге аса мұқтаж болмасақ, оны көп қайталамаймыз. Ал бір нәрсеге мұқтаждығымыз жоғары болса, оны біз тәулігіне бірнеше рет қайталаймыз. Мәселенки, ас ішуіміз, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, оны қысқартуға болмайды бізге. Өйткені ол аса маңызды бізге. Денсаулығымызға, өмірімізге, жасайтын жұмысымызға ең негізгі қажетті дүние бұл әлдену. Ас ішу бұл маңызды. Міне осы, яки болмасам, адам жұмасына бір-ақ рет моншаға түссе болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, әрбір мұхталим деген балиғатқа толып, жүніп болатын. Ер азамат болып қалған адамға жұмасына бір рет шомылып тұру, тазалық сақтап тұру, міндет, уәжіп деп айтқан.
яғни жұмасына бір ақ рет шомылсақ кем дегенде бізге жеткілікті. Ал енді қазақша сөзбен айтқанда ауадай қажет нәрселер бар. Тыныстауымыз мәселен, ауаны шығарып қайтып ауа жұтуымыз бізге зәру, біз өмір сүруіміз үшін. Намаз сол бізге ауадай қажет нәрсе. Неге? Өйткені біз өте мұқтаж жанбыз. Біз әр уақытта бір нәрсені сұрауға мұқтажбыз. Ал енді сол сұраудың жолы жаңа жоғарыда айтқандай дұға. Ал дұға дегеніміз ол намаз. Өйткені салауат деген сөз ол дұға. Сол дұғаға біз мұқтажбыз. Біз сұрауымыз керекпіз өйткені. Міне сондықтан бұның маңызы намаздың осындай. Енді тағы да маңызын арттыратын бір жайт бар. Жаңағы айтқандай, қажылық жасау үшін міндетті түрде денсаулықпен қоса қаражат керек. Оразаға да сол, денсаулық қажет, міндетті түрде. Зекет беру үшін адам бай болу керек. Ал енді намаз оқу үшін қандай шарт бар? Намаз оқу үшін денсаулық та шарт емес. Жас та шарт емес. Әлеуметтік жағдай, бай кедей де шарт емес. Жыныс та шарт емес. Ер адам, әйел адам айырмашылық жоқ. Демек, намаз жасқа да, қарияға да, байға да, кедейге де, ер азаматқа да, әйелге де, дені сау адамға да, науқас адамға да теңдей орындауға мүмкіндігі бар ғибадат. Бұл дастархандағы нан секілді. Басқа қосымша тамақсыз, ірімшік, май, құртсыз күнелтуге болады, бірақ нансыз қиын. Намаз сондай. Денсаулығыңыз өте нашар екен, намаз оқымай қойыңыз деп, сондай үлкен ғибадаттан шариғат адамды махрум етпейді. Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, шаман келсе тұрып оқы. Оған шаман келмесе отырып оқы. Оған шаман келмесе жантайып, жамбастап оқы деп айтқан. Барлық жағдайда намаз оқуға болады. Намазға дайындықта да осы рұқсаттар бар. Су табылмаса таяммум бар. Су табылып тұрып сіздің денсаулығыңыз көтермесе, сумен жуынуға, ауа райының суықтығы сіздің ауырып тұрғандығыңызға қатысты болса, қайтадан таяммум ала бересіз. Яғни намазға баратын жолдар өте көп. Намаз тек қана екі жағдайда ғана оқылмайды. Адам есін білмесе, есінен танып қалған болса, яки болмасам жынды болып қалған болса, яғни есін жоғалтып алған болса, яки болмасам ол ұйықтап жатқан адам болса. Міне осы екі жағдайдан басқа барлық кезде намазға адамға ешбір кедергі жоқ. Жас жағынан да, денсаулық жағынан да, мүмкіндік жағынан да. Енді келесі кезектегі дүние жалпы адам намазғы мен намазға қарсымын, үзілді кесілді намаз оқымаймын дейтін адам ол кездестірмеген шығармыз ешқайсымыз. Бірақ намаз оқымайтын адам ол түрлі сылтау айтады. Мен әлі дайын емеспін. Менің жұмысым көп. Бала шаға асырауым керекпін. Мен оқимын. Бірақ уақыт керек маған. Реті келеді өзі. Мына шаруам бітсін. Біраз шаруамды бітіріп алайын. Жоспарларым біраз бітіріп алсам, міндетті түрде оқимын. Балдарым есейсін. Яки болмасам жаңағыдай қарызым бар, содан құтылайын. Бір тәуелсіз, сондай қарызсыз жүретін кезге жетейін, сол кезде оқимын дейді. Жалпы адамға намазға дайындық үшін не керек? Көп адам намазға дайындық деген бір күні өзінің ішіне сондай бір түрткі шығатын күтеді. Я мына 40-қа келдім, менен дайынмын. Яки болмасам пайғамбар жасына келдім, 63-ке келдім, мен намазға дайын шығарым деген секілді сондай ойды күтеді. Бірақ шариғатта намазға дайындықты Алла тағала белгілеп қойған. Ол балиғат жасы. Ең ертесі ер азамат үшін 12 жас. Ең кеші 15 жаста адам, бала, жігіт бола бастайды. Жігіт бола бастаған шақтан бастап намаз оқу оның парызы. Қыз баласына
Ол енді ең ерте жасы 9, ең кеш жасы тағы да 15 жас. Өңірге қарай, ауа райы ыстық өңірлерде балдар тез ер жетіп бой жетеді, ауа райы суық жерлерде ол сәл кештеу болуы мүмкін. Міне сол кезде Алла тағала бізге сен намазға дайынсың деп біздің денемізбен көрсетеді. Басқаша сөзбен айтқан кезде бізде оның ішінде отау иесі деген сөз бар. Оның ішінде отау иесі деген сөз, егер 13 жасар баланы сол замандарда үйлендіретін болса, ол әке бола алады. Одан бала дүниеге келеді. Ол ер азамат болып қалды деген сөз. Қазіргі таңда ол 13 жас болмаса да 15 жаста ең жоқ дегенде ер азаматтар жігіт болады. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін ажырата бастайды. Сол кездерде намаз оқу оған парыз, міндет. Яғни сол жаста сен дайынсың деп Алла тағала біздің денемізбен көрсетеді. Сенің денең дайын оған. Өйткені үйленсең, кәмелет жасына толмасаң да үйленсең, сенен ұл туады, бала дүниеге келеді. Немесе тұрмысқа шықса, ана бола алады. Демек, намазға дайындық физиологиялық дайындықпен ақыл есінің дайындығы сол жаста дайын болады. Бірақ адам кей кезде жаңағыдай, мен әлі біраз уақыт керек, балдарым есейсін, үйлендірейін баламды, қызымды ұзатайын деп сондай алдаудың арқасына жүреді. Енді жұмысым көп, басқа да шаруам бар деген адамға тағы да оңқы қате. Неге? Өйткені жаңағы айтқандай намаз ол дұға. Адам бір жұмысы жүру үшін, ісі оңынан басу үшін, бірінші ол Алла тағаланы сұрау керек. Оның бір-ақ жолы бар, намаз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір маңызы шаруа болса, міндетті түрде 2 ракат оқып барып, сол шаруаға кіріседі екен. Өйткені Алладан сұрайды. Намаз деген жаңағы айтқандай сұрау. Бір жұмыс бастағыңыз келді ма? Үйдің іргетасын құймақшы болдыңыз ба? Намаз оқыңыз 2 ракат. Балаңыз оқуға түсейін деп жатыр ма? 2 ракат намаз оқыңыз. Жұмысқа бір резюме тапсырдыңыз ба? Оқу бітіріп, жұмысқа орналасып ашсыз ба? Намаз оқыңыз. Бірінші тілеу, Алладан сұрау керек. Өйткені қазақта не дейді? Алладан сұрағанның 2 бүйірі шығады. Адамнан сұрағанның 2 көз шығады дейді. Алладан сұрауымыз керекпіз. Жаңағы күйбен тіршілігіміз, шаруам бітсін, қарызым құтылайын деген нәрсені біз дұрыс емес бағытта іздеп жатқандай боламыз. Бірінші намаз оқу керек. Әрине намаз оқу деген сөз жұмыстың барлығын сырып тастап, жай намазды үстінде күнді өткізу деген сөз емес. Намаз оқисыз, сосын барып әрекетіңізге кірісесіз деген сөз. Мен бір намаз оқымайтындардың тағы бір легі айтатын сөзі, мен біреудің алажыбын аттаған жоқпын. Күні бүгінге дейін біреуді ренжітіп көрген жоқпын. Мен намаз оқитында бір күнә жасаған жоқпын деп айтады. Жалпы намаз оқудағы мақсатымыз біз күнә жасағандықтан емес. Ол бізге парыз болғандықтан оқимыз намазды. Ең таза адам намаздан құтылу керек болса, онда әрине баршамыз келісеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқымау керек еді. Өйткені ең таза адам жер бетіне түсірілген. Ең тақуа адам, Алланың ең сүйікті құлы, әрине пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сол кісі. Намаздан құтылуға рұқсат етілген бір адам болса, әрине ол біздің пайғамбарымыз болар еді. Бірақ ол кісі қалай намаз оқыды? Айша анамыз айтады, түнделетіп намаз оқыған соншалықты тобықтары жарылып кетер еді дейді. Яки болмаса ең соңғы күндерінде қалай намаз оқыды? Азан шақырылған кезде тұруға шамасы келмегенде 2 сахаба қолтығынан демеп, дәретке алып барып. Дәрет алып болғаннан соң тағы да икемделе берген кезде соншалықты денесі әлсіреп кеткендігі, ауру жеңіп бара жатқандығы, науқас бойына дендеп кеткендігі соншалықты есінен талып қалып. Қайтадан есін жиған кезде қайтадан дәрет алып намазға талпынған. Яғни ең тазамын деген адам демек бірінші кезекте жай намаздың үстінен табылу керек деген сөз.
Ал енді бұл не үшін үлкен күнә? Болмағанға болыспа деген сөз бар. Біреу өзіне жақсы бір тірлікке ұмтылмаса, ең жазаға лайықты адам сол. Біз өзімізге ең пайдалы дүниеден бас тартатын болсақ, намаз деген, Алладан сұрау, тілек деген нәрседен бас тартсақ, әрине ең үлкен күнә сол. Жазаға ең лайықты адамдардың бірі де сол болып табылады. Адам өзінің пайдасынан қашуы ең үлкен кешірілмес күнәлардың бірі осы болып табылады. Намаз жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан көптеген сөздері бар. Соның бірі Абу Хурайра, Алла одан разы болсын, жеткізген хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға: егер есіктеріңнің алдынан өзен ағып жатса, және де сол өзенге күніне 5 рет жуынатын болсаңдар, шомылатын болсаңдар, денелеріңде бір лас нәрсе қалама, кір қалама деп сұрайды. Сонда сахабалар баршасы денеде лас нәрсе қалмайды, кір қалмайды деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда 5 уақыт намаздың мысалы да сондай. 5 уақыт намазда сол дария секілді. Алла тағала сол намаздармен қателерді, күнәларды жуып шаят деп айтқан. 5 уақыт намаз оқумен біз тазарып отырамыз. Және де әр намазың соңынан Алладан тілек тілейміз. Өйткені адамның жолы болу үшін, ісі оңынан жүру үшін, ол міндетті түрде бір қолдаушыға мұқтаж. Қолдайтын, демейтін, соның ойлаған жоспарларын жүзеге асыруға көмектесетін біреуге мұқтаж. Көбіне ол жағынан келгенде біз мәселен бір ақыл айтатын, немесе қаржылай көмектесетін бір үлкен бір сүйенетін адам болса екен деп ойлаймыз. Сол біздің Раббымыз. Біз жай өзімізден үлкен бір ағамызға емес, біз Раббымызға сүйеніміз керекпіз. Әр намазда біз, әр ракатта «Ияка на'буду ва ияка настаин» деп айтамыз. Әр ракатта 4 бас намаз оқитын болсақ, 4 рет соны айтамыз бір намазда. «Ияка на'буду ва ияка настаин». Алла тағала, саған ғана ғибадат етемін, және сенен ғана жәрдем сұраймын. Әрине сізге Алла тағала жәрдемдесетін болса, онда сіздің жоспарыңызға ешкім кедергі ете алмайды. Егер Алла қолдайтын болса, онда сіздің қанша дұшпаныңыз болса да, сізге тосқауыл бола алмайды. Ал енді Алла қолдамаса, сіз қанша жоспарыңыз болса да, қанша шаруаны істеп қойған болсаңыз да, әрине оның түбінде бір сәтсіздік болады. Сондықтан 5 уақыт намаз оқымау бұл үлкен күнә болып табылады. Үлкен күнә болғанда да адамның өзінің қара басына жасаған қиянат, өзінің отырған ағашын аралап жатқан адам секілді. Өзі жүзіп бара жатқан қайығын тесіп, өзін қаса қана дарияның түбіне батырмақ болған адамның кейпінде болады. Намаз бұл өмірдің соңына дейін жалғасатын. Әр оқыған сайын оның ләззаты болатын ғибадат болу керек. Намаздың өзі 2 көріністен тұрады. Біріншісі қимыл. Екіншісі оның беретін пайдасы. Әр намаздан адам бір пайда табу керек, ләззат табу керек. Адам еш уақытта, мәселен, дастарханның басына отырған кезде еріксіз жаңағыдай аузына ас сала бермейді. Әр отырған сайын жаңадан соның дәмін сезінеді. Әр суды ішкен сайын оны жаңадан басқа қырынан рахаттанып ішеді. Осыдан жалықтым, мезі болдым деп ешкім айтпайды. Сол секілді әр намазға тұрған сайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, қоштасып жатқан, пәнимен қош айтысып жатқан адамның кейпінде намаз оқы деген. Әр намазың сондай болсын деген. Бейне бір, осы мен соңғы намазым.
деген секілді. Өйткені біз бір мұқтаж адамның кездесетін болсақ, тағы да бір кездесуге мүмкіндігім болар деп немқұрай қарамаймыз. Бұдан кейін кездеспей қалатын шығармын. Маған керек жайттың бәрін сұрап алайын. Маған керек мәселелерді ұмытып кетпейін деп аса мұқият боламыз. Ойдың барлығы сол жерде тұрады. Намазы сондай болу керек. Намазға барған кезде Аллаху акбар деген кезде такбир тахрим, яғни дүниені тыйып тастау, дүниені харам ету такбирін айтқан кезде, иншалла сондай бейнеге көше алсақ, әрине намазға уәде етілген жақсылықтың баршасы бізде болады. Егер намазыңызға берік болсаңыз, намазыңызды рахатпен, ықыласпен оқитын болсаңыз, сіздің барлық мәселеңіз, қиыншылығыңыз шешіледі, барлық жоспарларыңыз иншалла жүзеге асатын болады. Енді намаз деген кезде бірінші өзім оқып, және ықыласпен оқуға әрекет етейін деген жоспар болу керек. Екінші, адам өзіне құп көрген жақсылықты әкесіне, бауырына, жора жолдасына да құп көру керек. Тек намаз оқып қоймастан, жұбайларымызға, әйелдерімізге де, бауырларымызға да соны қызықтыру керек. Өткен дүниеде де сондай мәселе жасаймыз. Үйді бұлай сатып алып жатырмын. Баршамыз содан ақылдаса бастаймыз. Қалай алуға болады екен? Көлік алдым. Қалай алуға болады екен? Ұмтыламыз. Сол секілді, мен намаз оқыдым, енді кел деп бауырымызға да айтуымыз керекпіз, иншалла. Ал құрметті бауырлар, бүгін иншалла осы намаз жайлы болды. Яғни, қысқаша айтқан кезде, ең үлкен күнәлардың бірі бұл намаз оқымау. Алланың әмірі болған намаз оқымау ең үлкен күнәлардың бірі. Егер Алла тағала жаңа хадисте, ең соңында хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, пенде қияметте ең бірінші сұралатын ісі ол намаз деп айтқан. Егер намазы бүтін болса, толық болса, ол құтылады деп айтады. Егер бүтін болмаса, толық болмаса, оның нәпіл қосымша намазы бар ма деп сұралады деген. Болса, сонымен толықтырылады деген. Егер намаз оқымаған болса, ол бақытсыз болған, шығынға ұшыраған адам болады дейді. Қанша жақсы адам болсаңыз да, қанша дұрыс жүрген болсаңыз да, егер намазыңыз бүтін болмаса, жаңа хадисте айтқандай, бірінші, ең негізгі сұрақ жауаптан сүрінесіз. Кейін Алланың қалауына қаласыз. Егер Алла тағала кешірмесе, әрине ол үшін жаза бар. Егер кешіретін болса, ол басқа дүние. Бірақ Алла кешірет деп айту, бұл шариғатта жоқ. Субхана роббика роббил айзати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برحمتك يا رحمن الله